Сайын қан. Бату қаған мәртебесінен бас тартты. Саясатқан емес, қажеттілік. Жарым дүниені алып жатқан жошы ұлысының бағы басында, халқы мол, байлығы кенеусіз, мазасы Қытай шекарасынан аулақ. Әйгілі керуен жолдарының ұзына бойында жері шүйгін, ауа райы өтірлі, оның үстіне Батудың үкімі мен дәрежесі сырттайғы атақ демесек, ұлық ағамен теңдей мәртебеде. Тіпті көп ретте Батудың даңқыған емес, мысы да артып жатады. Бұл жағдайға Жиһангез әрі құзырлы елші әйгілі Кейлом Рубрук арнайы назар аударған екен. Өзара өкіл алмасқанда Мөңкенің тікелей елігіндегі жұртта Батудың кісілерінің қадір құрметі артығырақ көрінеді депті. Ал Мөңкенің өзінің осы Рубрукқа айтатыны бар. Күннің сәулесі бар әлемді жарық қылып тұрған сияқты, Бату екеуміздің билігімізде жер дүниені тұтасымен қамтып тұр, дейді. Тепе-теңдік туралы тағы бір сөзі. Бір баста екі көз бар, екеу болса да көруі таным ортақ деген. Батыс падишахы Людвиг VIға жолдаған мәртебелі хатын тапсырып тұрып, осы мемлекеттік мәні бар қатынас қағазын жолай Батуға көрсету қажеті, және оның түзету мақұлынан соң ғана толық күшіне енетінін ескерткен. Әрине шартты түрде Мөңкенің дәрежесі жоғары. Бату бұл ретте ешқандай мен тасырлыққа жол бермейді. Батыс жұртының тілімен айтқанда, татар патшаларын өз қолымен сайлап отырған. Бату жошы ұлысына қай тараптан арнап келген елшілерді міндетті түрде Қарақорымға Мөңке қағанның алдына бағыттайды. Сөйтіп Бату заңды өкімге тиесілі құрмет көрсетсе, ресми қағанда Батудың мақсат мүддесімен үнемі санасып отырған. Кейбір батыс зерттеушілер бұл кезде екі Моғол империясы шын мәнісінде екіге бөлінді деп жазатыны бар. Құқығы теңдесі екі серік шыққандықтан, анығы екі бөлек емес, тең дәрежелі екі патша билеген бір тұтас мемлекет. Шыңғысханның жолы мен өсиетін берік тұтқан өзара ақылдас, мұраттас бауырлар. Бірақ та қаншама қандас бар. Шын мәнісінде туыстық екінші қатарда. Ең бастысы ұлыстың айнымас мүддесі. Мемлекеттік тұрғы, ендігі заманда бәріде сыртқы жұрттар тарапынан кейде татар, кейде қыпшақ атанған нәсіл тегі ортақ түрік қауымының мерей мәртебесі, болашақ ұрпақтар қамы. Алыс Астанада отырған, жолы үлкен саналған Мөңке қаған қандай жағдайда да дәшті қыпшақтың ішкі істерін араласпайды. Атаулы нұсқау, арнайы жарлықтар жоқ. Осыған керісінше тиесілі тарабында Бату толық еркіндік алыпты. Өз ұлысымен қатар империя құзырындағы бодан аймақтарда жалтақсыз жеке үкімін жүргізеді. Бүткіл басқару жүйесі, әрқилы кермар жағдайлар шешімі, барыс келіс ішкі сыртқы қатынастар жөні Батудың тікелей жарлықтары негізінде реттеліп отырмақ. Сол заман тарихшылары куәландырған кілтипән бодан жұрттағы әміршілер немесе іргелес аймақтар арасындағы даудамай қашанда Батудың жекелей шешім арқылы реттелген. Сондай-ақ жошы ұлысының өз ішінде ханзадалардың атаулы иеліктері, ауыз күйісі, мәртебесі мен күш-қуаты да Батудың құзырында. Тек Батудың ғана ырқындағы әскер күші өз алдына. Жеке билігін емес, үлкен ұлыс мүддесін бәрінен жоғары қойған Батудың арқасында осы бір алмағайып кезеңде әлемдік екі Моғол империясы бір тұтас қуатты және алып мемлекет ретінде салтанат құрып тұрған еді. Шыңғысхан немересі жошы ұлы Батудың соңғы сағатына дейін, сондықтан да Бату көзінің тірісінде Сайын қан деген мәртебе алды. Тіпті негізгі ныспысы есепті. Сайын қан, яғни мейірбан, кеңізгі, жомарт, ақылман, ғаділ, жарқын қан. Сайын қан, алтын орда тарихында, басқа тарихтарда қайталанбаған сындарлы ересен есім. Сайын қан тек бауырлас төрелер, ұлыс тұтқас әмірлер мен әскер басы баһадүр нояндар, бүткіл қарашы қауым қабылдаған жалпылай үйреншікті құзырлы есім ғана емес, бодан және жартылай бодан жұрттармен қатар іргелес патшалықтар елшілері мен тарихшылар жаппай таныған биік мәртебе. Сайын қан атағы кейде Бату хан есіммен қатарласқан емес, араб, парсы, әрмиян деректерінде толық ныспы ретінде жеке дара қолданысқа да түседі. Ерекше атаққа негіз болған сын сипатымен көтермеден
жәреукеден тыс шынайы ақиқат мінездеме. Батудың шет жұрттардағы беделі соншама, бүткіл әулетке қатысты жалпыға белгілі үйреншікті Шыңғысхан үйі дейтін ұғым енді Батудың үйі деп те айтыла береді. Бұл Бату татар жұртындағы ең ұлы, ең алпауыт патша деп жазады араб тарихшысы Ибн Уәсіл. Батудың ұлы қаған тағын иеленуге қақысы басқа ағайындардың бәрінен де жоғары болды деп айғақтайды. Жалғас заманда ғұмыр кешкен Жош ұлысына қатысты көптеген құнды мағлұмат қалдырған араб тарихшысы, Мысыр сұлтанының хатшысы Әл-Омари Бату өте-мөте ғаділ патша болды деп жазған әйгілі парсы тарихшысы Жүзжани. Батуды Сайын-хан деп атады. Ол күш құдіретті, айрықша ықпалды болды. Және Жош ханнан соң ұлысты басқарды деп жазған мәшһүр Рашид әд-Дин. Жошы ұлысына бодандық жағдайындағы, яғни коммунистік, советтік ұғым тұрғысынан қарағанда, езілуші, жапа шегуші, күржі, әрмен тарихшыларда Бату Сайын туралы көптеген ұнасымды лепес нақты деректер қалдырған. Нақты ұнасымды ғана емес, бар жағынан жоғары бағалаған құнды айғақтар. Грузияның орта ғасырлық Картелис Цховерева Картели, яғни Грузия тарих шежіресінде Шыңғыс ханның тұңғыш ұлы Жошының ұлы Бату, Вавесетия, ұлы Кыпчакия, Хазария және Рус жерін билеп отырған қатарынан озық асқан ұлы әмірші деп атап айтады. Тағы бір тұста Батуды Кыпчакия мен Вавесетияны, Рус, Болгарияны, Дарвавант пен Хатаети шегіне дейінгі қаншама жұртты билеген ұлы Каен деп сипаттаған. Осы күржінің хронограф аталатын қатарлас және бір тарихи Бату Каеннің жарым әлемде үкім құрып отырған құдіретті хан екендігін неше мәрте қайталап айтады. Сол тұстағы әрмиян тума көздері бір жосын. Атақты Киракос Канзакетси таңбалаған Армения тарихы Шыңғыс хан дәуіріне қатысты қаншама құнды дерек, тың мағлұматтармен қатар Бату хан тұрғысында да біршама ақпар береді. Киракостың кейіптеуінде Бату хан өз заманында алапат асып, айрықша еңселеніп тұрған ғажайып тұлға. Солтүстік алқапта Еділ аталатын түпсіз терең, ұлы дарияның жағасында сансыз әскермен жайласқан ұлы қолбасы Батудың қан әкесі дейтін мәртебесі бар. Түркі лоғатты еркін меңгермеген тарихшы барлық деректегі Батуға тиесілі әка, аға сөзін әке мағынасын ұққан сияқты. Бірақ бұдан іс мәнісі өзгермесе керек. Бұл Батудың үкім құдіреті соншалық, оның қалауынсыз ешкімде хан тағына отыра алмас еді депті. Кейінгі кезең емес, күйік қағанның тұсы. Бұдан ары Батудың Гүржі, Русудан патшайымды бейбіт жағдайда бодандыққа келтіруі, оның туған ұлы Давидке бейіл беруі туралы айтылады. Келесі лепес күйік қағанның соңғы заман әуелгі бір анықтамасын қайталап тереңдетіп жазған. Ұлы әскер басы Бату солтүстік атырапта Каспий теңізі мен әлемде теңдесі жоқ ұлы дария Еділ бойында үкім құрады. Бату соншама құдірет күшке жетіп жұрттан озды, жер жүзін бағынышқа түсірді, қаншама елді кіріптар қылды. Туыстары оны өздерінің бәрінен жоғары санады. Өйткені осы ортадан патшалық тағына қан таңдауы Батудың тікелей жарлығы арқылы ғана жүзеге асар еді. Бұдан ары Батудың жаппай өтінішке қарамай қаған мәртебесінен бас тартып мөңкені өз қолымен таққа қалай жеткізгені баяндалады. Киракос Канзакетси Батудың ересен беделді құдіретті үкімімен қатар ақыл парасаты мен ғаділ билігін атап көрсетеді. Қаншама жұрт жапырлап алдына баратын дейді. Тиесілі иелігінен айырылған немесе құзыры кеміген, әрқилы жапа шеккен патшалар мен патшазадалар, кінәздар мен көпестер шағым айтып келсе, Бату бар істі байыппен шешіп ғаділ үкіммен тиесілі есесін қайтарып бергізетін. Және Батудың осы реттегі жарлық қағаздарын орындамауға ешкімнің де батылы жетпес еді деп атап көрсеткен. Тек Киракос қана емес, басқа да әрмен тарихшылары Бату туралы тек қана жағымды оңды лепестен айнымайды. Бату айрықша мейірбан еді, сондықтан халық оны Сайын-хан деп атады деген Григор Акнерци, ал Севастаци Батуды солтүстіктің ұлы әмірі ұлы хан деп атайды. Өз тарабында Степнос епископ солтүстік ханы деп көрсетсе,
Давид Бакишетси атақты Батуқан деп жазған. Сондай-ақ Вардан Аравелтси Батуды солтүстіктің ұлы әміршісі деп айғақтайды. Макакия Абега Бату өте мейірбан еді, сондықтан халық оны Сайынқан, яғни қайырымды жақсы хан деп атады деген. Және бір қилы көтермелеп Сайынқан бұл кезде Шыңғыс ханның тағында отырған еді деп жазатыны бар. Әрине, Шыңғыс хан тағы емес, бірақ Батудың үкімі шексіз, күш қуаты кенеусіз деген мағынада оқысақ керек. Бату Батыс Еуропа деректерінде және құрметпен аталады. Кейінірек жасаған Марко Поло Сайынқанды аса әлеуетті әмірші ретінде сипаттаған. Батыс татардың алғашқы патшасы Сайын болды депті. Бұл күш қуаты зор, құдіретті Сайын патша Росия, Комания, Алания, Лак, Менгияр, Зей, Кучия және Хазария жұрттарын бағынышқа келтірді. Одан бұрын бұл елдердің барлығы командарға тиесілі болатын дейді. Мұндағы коман, құман, яғни қыпшақ, Менгияр, мажар, Зич, черкес, Гуч, қырымдық гүт, аралықта қалан, Ләк, қазар жөні түсінікті болса керек. Ал замандас есепті Карпини мен Рубрук жақын ортада сыртта естіген нақты мағлұматтармен қатар Батуды өз көздерімен көрген. Алғаш келген бетінде, кейін Қарақорымнан қайтар жолда Алтынды Ордада бірнеше мәрте қабыл рәсімінде болып, тілмәш арқылы тікелей тілдескен. Тоз соққан ұлы батыр императордан кейін ең дәулетті, ең абадан тұлға деп атап көрсетеді Плано Карпини. Тағы бір тұста бұл батыр өзі бағынуға міндетті императорды айтпасақ, татар әміршілерінің бәрінен жоғары және қуатты дейді. Ал Мөңке қаған туралы сөз болғанда, оның құдірет күші Батудан басқа барлық жұрттан артық екенін, яғни бұл ретте де Батудың тепе-теңдес жағдайын дәйектеген. Бату өзінің қарашы жұртына мейлінше мейірбан, сөйте тұра көпе көрнеу айбынды, соғыс атаулыда көреген, тіпті айлакер, ал ұрыста айрықша қаһар деп сипаттайды. Біршама машақат сапардың ақырында Ордаға келіп жеттік. Енді азғана бөгелістен соң Батудың дәргейіне қабылдандық дейді. Біз мәртебелі папаның арнайы хатын өзімізге тіркелген тілмәштер арқылы орыс сарацин, яғни мұсылман, бұл ретте парсы және татар тілдерін аудартып жазып алған едік дейді. Бату татар тілінде қағазды мұқият оқып шығып, ықылас білдіреді. Сонымен елшілер өз тұрағына қайтады. Ал екінші мәрте кең көлемді қабыл біршама тәптештеліп баяндалған. Бұл Бату татар императоры іспетті, сән салтанат жағдайында ғұмыр кешіп жатыр дейді Карпини. Бұдан ары еңселі әрі сәнді шатырда қалай қабылдағанын баяндапты. Тақ сияқты биік төрде әйелдерінің бірін қасына алып отырды. Інілері мен ұлдары ортада, төменірек, ұзын сәкілерде жайғасқан. Қалған жұрт бұлардың артында. Жерде ерлер оң жақта, әйелдер сол жақта отырды дейді. Қақ ортаға жозы қойыпты. Үсті толы сусын құйылған, алтынды күміс ыдыстар. Батуда басқа төрелерде тек ән айтылып күй тартылғанда ғана ішеді екен депті. Біз әуелде елшілерге тиесілі рәсім бойынша сол жақ қапталда жайғастық. Ал Қарақорымнан қайтқан жол үнемі оң жақта отырдық дейді. Осы орайда Гейлом Рубруктың Бату және оның ордасына қатысты жазбалары біршама тиянақты көрінеді. Бату тұтастай алтын шаптырған кеңіс ұзыншақтақта отырды деген қасына қанымдарының бірін алыпты. Қалған мәртебелі жұрт оң мен солға ілгерінді кейін орналасқан. Шатырға кіреберіске тақау орындықта саба толы қымыз және асыл тастармен безендірілген алтын күміс аяқтар тұр. Бізді шатырдың орта шеніне жетектеп әкеліп, дұғаның бір қайырымындай уақыт түрегеп дағдарып тұрған соң құрметті тағзым жасауды сұрады. Әуелі бір тіземді бүктім. Содан соң Батудың өзінің нұсқауы бойынша екінші тіземді бүктім дейді. Енді Бату бізге қадағалай көз салды. Біз де Батуды бажайлап көрдік. Батудың бой тұлғасы жаны жәннатта болғыр жан де Бомон қарайлас сияқты. Бұл де Бомон, Франция королі Людвиг алтының дәргейінде 7-ші крест жорығына қатысқан әйгілі адмирал екен. Тәрізі бітімі зор еңсегей бойлы кісі. Батудың бет-аузы қызыл таңдақты көрінді дейді. Әлдебір ішкі сырқат белгісі. Мен дәтімді баяндап болған соң түрегелуге бұйырды. Біздің аты жөніміз сұрады және бар лепесімізді жазып алуға тапсырды. Бірнеше айқындаушы сұрақтан кейін қайтадан отыруға рұқсат етті және қымыз келтіруге шешті.
өз үйінде қымыз ұсыну бұл жұртта үлкен құрмет саналады екен. Бұдан соң мен төменшіктеп отыр едім, тіке қарауға бұйырды. Әлде менің түрімді анығырақ көргісі келуі, әлде жерге қараған жаман ырым, теріс әдет санағаннан дейді. Мәртебелі елшілерді Мөңке Қағанға бағыттағанда қажетті барлық жағдайын жасайды. Ал Рубруктың өзіне мол жылы тон бергізіпті. Бату сыйлаған осы тонның арқасында қақаған қыста жан сақтадым дегені бар. Келесі бір орайда ұлы Қаған Мөңкенің өзі Батудың қалауымен сайланды деп атап айтады. Қарақорымнан қайтқаннан кейін Рубрук Батудың орда жұртында бір ай шамасында бөгеліп, іргелесе көшіп жүреді. Бүткіл жазбасында Батудың қанға, әміршіге тән артықша тәкаппар, астам кейпі, әлденендей ұнамсыз мінезі туралы сөз жоқ. Әрине көпе-көрнеу мақтамайды, бірақ атаулы сөздерінен ризашылығы мен қадір құрметі айқын танылып тұрар еді. Рубрук Батудың 26 әйелі бар деген табиғи жағдай. Әрине көпшілігі Құма, Рәшид әд-Дин бойынша қатын мәртебесіндегі бәйбішелерден 4 ұл туады: Сартақ, Тоқан, Абукен, Ұлақша. Батудың діни нанымы туралы екіұдай пікір бар. Жүзжани: Бату айрықша ғадыл және мұсылманға дос болды деген. Мұсылман қауым оның қамқорлығында еркін, қауіпсіз, барақат ғұмыр кешті дейді. Сенімді кісілердің айтуына қарағанда құпия түрде мұсылман дінін қабылдаған, бірақ бұл сөзге құлай нанбағаны байқалады. Егер қақ дінді болса, Алланың рахматына бөленсін. Гауыр болып өтсе, сол Алланың кешуіне жеткісін деп түйіндеген. Ал Уассап Бату христиан дінін ұстанды деп атап көрсетеді, бірақ бұра тартқан жоқ, ешбірдеңге артықшылық бермеді дейді. Өз тарапымыздан дәйектесек, Жүзжанидің де Уассаптың да толғамында сырттай қисын бар. Жасақ заңы бойынша қандай да діннің қатарынан артық сипаты жоқ, өзара теңдес. Бәрі де құдіретті танудың өзіндік жөн жобасы. Яғни Бату мұсылманға ықыласты, христианға да теріске емес. Алдына келген қандай да кісі өзінің дініне деген сый құрметті анық аңдаған. Осы орайда түйінді сөз жуайниге тиесілі деп білу қажет. Бату белгілі бір дінді ұстанбаған патша болды. Ол әрқилы ағым, тарихат атаулының барлығын жаратқанға құлдықтың әр тарап жолы деп қана санады дейді. Ұлы Қаған Шыңғыстың айнымас қағидасы, сонымен қатар Батуда ата-баба рәсімі, Тәңірі дінін берік тұтқан. Жүзжани Бату ханның ескілікті мұғыл, яғни қадими түрік салты бойынша жерленгенін атап айтады. Негізгі бір мұрағаттар куәлігі бойынша Бату милади 1255-1256 жылдар жапсарында дүниеден озған. Қашанда дәйекті әрмен тарихшылар нақты көрсетіпті. Солтүстік әмірі ұлы қолбасы Бату әрмен жыл санауы бойынша 705 жылдың бастауында қайтыс болды деп жазады Киракос Гандзакетси. Бұл деректі Вардан Аравелси нақпанақ қайталайды. Солтүстіктің ұлы падишахы Бату 705 жылы өлді. Бұл 705 жылдың бастауы 16 январ. Милади санат бойынша 1256 жылдың алғашқы айларының бірі тәрізді. Январ мен февраль тоғысы. Көпшілік және қисынды деректерде 48 жасында ұша барған. Әкесі Жошудан соң тура 29 жыл үкім құрған екен. Оның соңғы 4 жылында тежеусіз билікке жетті. Шыңғыс ханның сүйіктілі Жошу қазіргі қазақ жұртының шегінде Қыпшақ ұлысының әуелгі межесі мен өзіндік құрылымын айғақтап үлгерсе, Ұлы Қағанның озғын немересі Бату болашақ алтын орданың іргесін бекітіп қана қоймай, Ертіс дариясынан Қарпат тауларына дейін созылған жарым Еуразияны қамтып жатқан алып империяның бар тұғырын бекітіп, оның күш қуатын шарықтау шегіне жеткеріп кеткен екен. Берке хан, қайраткер, қолбасы. Күйіктен соң Екемоғол ұлысының жаңа қағанын сайлау дайындығы кезеңінде үлкен ұл Жошу мен кенже ұл Төле әулеті тұтасымен жекелеген Шағатай ұрпақтары және Шыңғыс ханның туған інілері Қасар мен Қашүн Өтчіген тұқымы жинақтап айтқанда қарымды қарулы төрелер нәсілінің басым көпшілігі Батуға қолқа салғаны белгілі. Бүткіл алтын ұрықтың ағасы өзің, Ұлы Қаған мәртебесіне бірден бір лайықты кісі де өзің. Сені қош көреміз және төбемізге көтереміз деп. Батудың жауабы тосын естіледі. Маған және Беркеніме қарасты мынау байтақ өлке дәшті Қыпшақ шегінде қаншама патшалық пен иелік бар. Соның бәрін басқару үстіне Шым мен Түркістан ғажамды және игеру мүмкін емес деген
өзінде барына қоса Қытай мен Түркістан және Ғажам, ол кездегі ұғым бойынша Иран, Ирақ, Әзербайжан, Кіші Азия билігі. Яғни ұлы қаған мәртебесінен үзілді кесілді бас тартады. Сөйтіп, Шыңғыс ханның кенже ұлы Төленің өзгеше құқығын алға салыпты. Шын мәнісінде үлкен саяси есеп, болашақты болжаған даналық шешім және бірден назар аудартатын жағдаят. Өзіне тетелес әмірші ретінде Беркені атап көрсетіп отыр. Бұдан соң шырғалаң жағдайда қайткенде Төленің тұңғышы Мөңкені қаған көтеру үшін түпкі жұрт татар даласына сол Беркені жібереді. Қасына тағы бір сенімді інісі Тоқай Темірді қосып, аз кем емес 30 мың аламанымен Беркенің қатаң шешімтал басшылығымен бар шаруа орнына келгені мағлұм. Соншама сенім артқан іні сөзсіз мұрагер емес. Шыңғыс хан бұл тартпас ерекше пәрменімен өкім ағадан ініге көшетіне ежелгі түрік дәстүрін бұзып, ізбасар мұрагер ретінде өз кіндігінен әуелде үлкен ұл Жошыны, оның күтпеген қазасынан соң 3-ші жыл Үкетайды бекітіп кеткен. Яғни қаншама беделді болса да Қыпшақ ұлысының келесі әмірі туған ұлдарының бірі болмақ. Алайда Батудың өлімінен соң арада 1,5 жыл өтпей, түрік қағанаты заманнан тартылған дәстүр салт қайтадан жаңғырғанын көреміз. Бұл әлемдегі ешбір халықтың рәсімінде жоқ өзгеше қисын. Баяғы күл тегін ескерткішінде нықтап айтылғандай, қан тағына әкеден соң бала емес, іні. Бұдан кейін сол інінің ағасының ұлы отыруға тиіс. Есептен шыққан, бірақ естен кетпеген жол жора. Бұрнағы қаған Үкетайдан соң билікке қол созбақ болған туған іні Темуге от жүгеннің талабы. Кейінгі тарихшылар байыптағандай қисынсыз мұзақарлық емес, сол ескі рәсімнің жаңғырық есепті. Осы кейінгі ғұрып бойынша Жошы ұлысының ендігі әмірі Бату ағаның бел балаларының бірі болуға тиіс. Шынында да осылай ойысады. Рәшид әд-Диннің тауарихында Батудың 4 ұлы аталады: Сартақ, Тоқан, Әбуген, Лақшы. Үлкен ұл Сартақ. Карпинидің оған жалғас Рубруктың айтуынша, бұл кезде мемлекет істерін араласа бастаған. Есебі талассыз мұрагер. 1255 жылдың ақырына таман Бату Сартақты Қарақұрымға Мөңке қағанның алдына жібереді. Бұл кезде Мөңкемен аралықта тым қиғаш болмаса да артуы шығуы мүмкін қайшылықтар туа бастаған. Негізгі мақсат сәлем беру емес, осы орайдағы тікелей келіссөз болса керек. Үлкен ұл бәрін тындырып қайтуға, немесе аралық қатынастың оңғыл-шоңғылын анықтауға тиіс. Алайда Сартақ бас ордаға жетер-жетпесте Батудың өлімі туралы хабар келеді. Қосарлас үлкен есепте дәрежесі кемшін саналғанымен атақ мәртебесі өз тарапындағы құзыры да жоғары Батудың дүниеден өтуі ара салмақты мүлде өзгерткен. Мөңке үлкен ұтысқа шықты. Енді екеуара кеңес кезінде мейлінше ұнаған, анығы орталық биліктің ығынан шықпасы аңдалған Сартақ Жошы ұлысының жаңа әмірі деп танылады. Бұл кейінгі заманда кіші ұлыстар үкіміне қатысты қалыптаса бастаған жарлық. Шын мәнісінде түпкі жұртпен терезесі тең, тіпті Батуды арқаланып, өздері мүлде дерлік дербес санайтын Дәшті Қыпшаққа тосын көрінуге тиіс еді. Жошының өз қойнынан тараған Батудан кіші болғанымен, оның ұлдарына сөзсіз аға танылуға тиіс. Кеуделі төрелерге мұндай шұғыл әрі өктем жарлық ұнамаса керек. Тым құрыса Сайын ханның ақырын тосып, біраз бөгеліп барып кеңес салу қажет еді. Құрылтай шақыру өз алдына. Сондықтан қан дәрежесіндегі жаңа әмір Сартақ бүткіл Жошы әулетінің ортасында опақ болмаса да орынсыз көтерілген есепті, сүйкімсіз тұлға танылды. Оның үстіне қаһары іште тұнған, көрер көзге мейірбан, алды кең Бату сияқты емес, тым кердең, мінезде қиғаш тәрізді. Сондықтан көп ұзамай-ақ дүниеден өткен Сартақты ешкімде бауыр езіліп жоқтамайды. Бірақ көлделең ажал әрқилы жорамал туғызған. Соның негізгі бір тармағы қысасты өлім. Кейінгі Еуропа тарихшылар қабылдағанымен әуел бастан бір ауызды сенімді дерек емес. Рухын ад-Дин Байбарс пен Әл-Әйни өз ажалынан кетті деп көрсеткен. Ал Ән-Нуайри мен Ибн Халдун жай ғана ақпар береді, қастандық туралы сөз жоқ. Уассап өз ажалынан деп қадап айтқан. Ғаффари да осылай. Рәшид әд-Дин ордадан қайтар жолында түйнектен өлді деп куәландырады. Қазіргіше айтқанда соқыр ішек. Басқалай деректердің көбінде іш ауыру аталады. Бұл да үйлес сырқат. Өз ретімен осы қатарда Жүзжани пікірі шетін, Алланың кәріне ұшырады деген. Христиандердің қабылдаған үшін рас, асқазан дерті деп нақтылайды.
Бұдан ары кейбіреулердің айтуынша Сартақтың басбұзарлығын аңдап қалған Мөңке хан құпия жіберген кісілер арқылы улап өлтіріпті деген. Ал армян тарихшысы Киракос Сартақ өз иелігіне келген кезде жақын мұсылман туыстары Барка мен Баркача, Берке мен Берке шағар улап өлтірді. Бұл бүткіл христиан қауымы үшін үлкен қайғы болды деп жазған. Сартақтың христиандығы туралы Жүзжанида айтқан. Әкесі Батудың орнына тағайындалған соң Қыпшақ жұртына қайтқан бетінде Беркемен кездесуден бас тартты. Сен мұсылмансың, мен христианмын. Мұсылманның жүзін көру мен үшін үлкен бақытсыздық депті. Бұл енді мүлде қисынсыз кеп. Жасақ заңы және жошылысындағы әдепкі рәсім бойынша ешбір діннің артық немесе кемшін жағдайы жоқ. Әр қилы нарымдағы үлкен кіші ұлық пен қараш түгелдей теңдік тағауасында. Ел билеуші алпауыттар тұрыпты, жалпақ жұрт ішіндегі мүмкін емес жағдай. Шын мәнісінде Сартақтың христиан дінін жыға қабылдауы да әдепкі лақап. Батудың құзырлы ұлы христиан деп естіген Карпини бұдан кейінгі Рубрук Сартақтың өздеріне дін қарындас екенін ешқандай емеурін таппаған және атап жазады. Әлбетте, Сартақтың төтенше өлімі әрқилы тұспалға жетелеуі табиғи жағдай. Оның үстіне Беркенің жолы ашылып тұрғандай. Әйтсе де заманалық әрқилы деректерді саралай келгенде Сартақ шынымен-ақ өз ажалынан өлді деп түйіндіредік. Әлдекімдерді ақтау үшін емес, бағзы дәуірде барлық ел, барлық жерде тақ жолында жақын ағайынды құрбанға шалу, тіпті туған әкесін өлтіруде ұшырасып тұрған жағдаят. Ақиқат шындық үшін айттық. Алтын Орда тарихын жазған Шыпулер Сартақтың улануын мүлде қисынсыз санаған. Қайткенде Беркенің жолы ашылмас еді дейді. Яғни үлкен ұлдан соңғы кезекте қатарымен тағы 3 ұл тұр. Сартақтың мезгілсіз ажалына қарай Мөңке қаған ешкімге айып артпайды. Тағы да ұлыстың ұлы тұлғаларына кеңес салмастан Батудың ендігі бір баласы Ұлақшыны үкімге бекітеді. Көп ұзамай ол да төтенше сырқаттан өлген. Бұл жолғы күмән шындыққа айналып кетуі де мүмкін деп сөз аяғын созбайық. Біздің Сартақ төңірегіндегі мағлұматтарды тәптіштеп отыруымыз оқиғаның өзі емес, салдарына байланысты. Шынында да жошылыс Алтын Орданың билігіне кімнің бекуі мемлекет тағдырған емес, осы байтақ елдің құрамындағы қаншама халық, оның ішінде саны басым, әрі жетекші түрік қауымының, яғни бүгінгі біздің болашақ тағдырымызға тікелей қатысты, шешуші тетік екен. Қалай десеңіз де, алас күлес бірер жылдан соң Беркенің шын мәнісіндегі дербес хандықтығына көтерілуі үлкен игілік болды. Беркенің тумыс нәсілі белгілі. Жошы хан, ұлы Шыңғыс хан немересі, ана тегі туралы алғашқы тауарихта ашып айтылмайды, бірақ күмәнсіз ақиқат ұмытылмаған. 1220 жыл жазда Хорезмшах Алла ад-Дин Мұхаммедті қудалауға шыққан әйгілі екі қолбасының бірі Жебен Ноян Қазар теңіздің түстік шығыс атырабы Мазен-Даран уәлаятындағы Илал деген тау қамалына келіп жетеді. Жай ғана қара түсті емес, жартасты биік құз басындағы алынбас бекініс екен. Тікелей шабуыл мүмкін емес, әрі көп уақыт керек. Жебен Ноян оқшау шыңды қоршаулай дуал тұрғызып, тәрізі бірер жүз ғана аламан қалдырып арасады. Сүрітай Бақадүр екеуі қандай да қорғанды қала үшін бөгелмес еді. Ал мына жағдай басқаша. Алла ад-Дин Мұхаммедтің анасы ұлы Хорезмді қабаттаса билеуші құдіретті түркен қатынның бүгінгі жан сауға тұрақ екен. Ақыры тура 4 айға созылған тұзақтан соң шер суы таусылып чөлден тарыққан түркен қатын амалсыз беріліпті. Әлбетте жалғыз өз емес, азғана жасауыл шектеулі қызметшісімен және уәзірі бастаған бірнеше сарай ұлығы. Ең бастысы Хорезмшахтың сүйікті әйелдері мен туған қыздары. Жасы кіші ұлдары, еркек кіндіктің бәрі өлімге кесіледі. Түркен қатын қайрылмас тұтқынға ұшырады. Ал құрметті қатындар, қызметші бикештер мен кәмелетке жеткен қыздары түгел бөліске түседі. Бұлардың арасында Хорезмшахтың үлкен қызы, бұрнада Самарқанд сұлтаны Осман ұзатылған, ақыры күйеуі бастап, ежелгі Карахан әулетінің бір жола жойылуына септесін болған хан сұлтанда бар екен. Қаған ордасында қалыпты рәсім жөнімен тек дәулеттің нәсілі саналған Хорезмшах қызы жошының үлесіне тиіпті. Екі ұлыста Шыңғыстан басқа қана атаулы пенде жоқ, енді сұлтан қатын атанады. Жошымен 7 жылдық тұрмыста 3 ұл тапқан екен. Берке, Беркешар және Бөрі Мұхаммед.
Мемлекетаралық ерікті келісім шартты бұзып, бейбіт керуенді тонаған, елшілерді өлтірген, яғни қанды соғысқа сұранған, ақыры елін алдырып өзі ит қорлықпен басын жойған Қорезмчақ қызының нәсіл тегін жарнамалау оншама ұнасымды саналмаған. Сондықтан заманалық әуелгі нұсқаларда да тәптеш деп айтыла бермейді. Тек Рәшид әд-Диннің жалғасы есепті кейінгі бір Мұғиз әл-Әнсәб атты тауарихтан ұшыратамыз. Хан Сұлтанның Жошыдан туған ұлдарына тиесілі ендігі бір дерек Жәлел әд-Дин жорықтарына қатысты. Жәлел әд-Дин бұрнағы Хорезм империясының солтүстік батыс тарабында үлкен үкімге жетіп, бірақ төңірегімен түгел жауласып, терістік Әзербайжан шегіндегі Қилат қамалын үшінші қайра қоршалап жатқан кезінде бардан жоққа айналған әпкесінен арнайы хабар арқылы хат алыпты. Өзі туралы ақпар, жанашылық кеңес, Жейхун дариядан арғы бетті бір жола иеленіп, татар жұртымен нақты келісім жасауға шақырады. Алайда өз күшіңе сенсең, ұрыс майданды жалғастыра бер, ата-ананың ел жұртының кегін қайтар депті. Және өзінің ендігі Үкатай қағанның ордасына құрметке жеткенін, балаларының Құран кітабын оқып, мұсылманшылық негізде тәрбиелеп жатқанын айтады. Яғни діни еркіндік дәстүрін берік ұстанған Эке Моғол патшалығында туып өскен Берке Қаршадай кезінен бастап ислам жолында болған және кейінде Жошы ұлысында үлкен беделге жеткен екінші ұл Беркешар. Және атының өзі әйгілеп тұрғандай Бөрі Мұхаммед. Мұндағы Бөрі таза түркі далалық есім, тәрізі Жошының өзі қойған. Осыған жалғас Мұхаммед әрине анасының таңдауы. Кейбір нұсқаларда екеуі екі кісі ретінде көрінеді. Шындығында қосарлы бір ныспа. Яғни бәз бір нұсқаларда ұшырасатын, көпшілікте ғана емес, ғылымда да қабылданған ресми тұжырым Беркенің ислам дінін қабылдауы ересек шағында пәленбай ғұлама, пәлен шайхының әсерімен болған сәтті жағдаят дейтін сөз кейінде ғана табылған қисын екені күмән тудырмаса керек.